Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең мамырдың 3-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Белсенді болыңыз, бұл аптада алға қойған мақсатқа жетуге жұлдыздар септеседі. Бойыңызда тың күш пайда болады, ал егер жазғы демалысты тиімді пайдаланғыңыз келсе, аздап босаңсып, еркінсуге рұқсат. Мұндай жағдайда бар уақытыңызды жеке өмірге, отбасына арнаңыз. Сіз үшін ең жайлы апта болғалы тұр, түйсігіңізді көбірек тыңдаңыз. Ол сізге кімнің дос, кімнің дұшпан екенін айқын білдіреді. Қосымша табыс табу үшін барыңызды салыңыз, кәсіби біліктілігіңізді арттыру жолында жұмыстаныңыз. Ал жерден қуанышты хабар жетуі мүмкін. Жанын салып, асқан қызығушылықпен жұмыс жасауға әдеттенгендер үшін сәтті аптам. Жетістікпен мол табысқа кенелу мүмкіндігі жоғары. Басталған істі соңына жеткізуге және ұзақ мерзімді жоспар құруға қолайлы күндер. Көптеген жағымды таныстықтар мен қызықты шаралар күтіп тұр. Сәтсіздіктер кезеңі артта қалдым. Қайысты қолға алсаңыз да сәттілікпен қуантадым. Бойыңызды шығармашылық энергиясы кернейді. Дәл осы сәтті тиімді пайдаланып шығармашылықпен айналысыңыз. Жаңа нәрсені үйреніп, таным көкжиегіңізді кеңейтіп, не жаңа қырыңызда шуға талпыныңыз. Сүйіктіңіздің ерекше ықыласы мен қамқорлығына бөленіңіз. Айналаңызда тыным мен тыныштық орнатыңыз, себебі бұл аптада сізге жұмсалған қуаттың орнын толтыру қажет. Мүмкін болса мойныңызға көп міндет алмаңыз. Біреумен ренжіссеңіз, татуласуға алғашқы қадамды өзіңіз жасаңыз. Ойға алған шаруалар мен мақсаттарды жүзеге асыруға батыл кірісіңіз. Бұл жолда әріптестерден көмек сұрап, қол ұшын созғандарды кері итермеңіз, өсек аяңға мән бермеңіз. Ол сізге жеткенге дейін мұң құбылған болуы әбден мүмкін. Салдарынан қате қадам жасасаңыз, зардап өзіңізге тиеді. Бірнеше істі мойынға қатар іліп алмаңыз. Өзіңіз үшін ең маңыздысын анықтап, сонымен ғана жұмыс істеңіз. Қызметтегі белсенділік бұл мақтауға тұрарлық. Әйткенмен денсаулық маңыздырақ, сондықтан шаруаларды аздап кідіртіп, денсаулығыңызға мән беріңіз. Жаңа жоспарлар құрамын деп, бұрынғы аяқсыз қалғандарды естен шығармаңыз. Бұл аптада табиғат аясына сейіл құрып сапарға шықсаңыз, сәттілікке кезігесіз. Шығыны да аз болады. Қосымша табыс түскелі тұр. Қолыңызға тисе, өзіңіз бен жақындарыңызды қуантуға жұмсаңыз. Бұл сізге позитив пен жағымды энергия береді. Адамдармен қарым-қатынасыңыздың жақсаруына септігін тигізеді. Бұрыннан келе жатқан шиеленіскен мәселенің бір ұшығы қолыңызға ілігеді. Сәтін жіберіп алмаңыз. Сол ұштан тартып қалсаңыз, көптеген тиынды тарқатасыз. Көптен күткен қаржы қалтаңызға түседі. Өткен апта жорамалы өміріңізбен сәйкес келді ме, тексеріп көріңіз. Алдағы аптада кез келген жағдайда барынша сабырлылық сақтауға тырысыңыз. Сізді арандатқысы келген, сол арқылы абыройыңызға нұқсан келтіруді қалайтындардың құрығына ілінбеңіз. Бұл аптада ешкімнен қарыз сұрамаңыз, ешкімге қарыз бермеңіз де. Пайдасы тиетін ықпалды таныстармен қарым-қатынастарыңызды жақсартыңыз, сонда мансап баспалдағымен көтерілу мүмкіндігі туады. Әріптестер арасындағы абыройыңызға да жақсы әсерін тигізеді. Өзіңізге сенімді болсаңыз, осы аптада біршама биікті бағындырасыз. Дәл қазіргі сізге ең керегі бойыңызда босаңсытып тынығу. Жеке өмірде орын алатын кез келген тосын сыйға іштей дайын жүріңіз. Егер ол жайсыз болса, еш мойымаңыз, келесі кезек жақсы тосын сыйды кім? Ойыңызда көптеген жақсы идеялар туындайды. Жалқаулықтан арылып, идеяларыңызды жүзеге асыруға талпынасыз, табыс пен нәтижеге жетесіз. Мамырдың 3-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».